Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді голубцидың рецептін ұсынамын. Ол үшін видеоны өткізіп жібермей соңына дейін қараңыздар. Бірінші салмасын дайындап аламыз. Осылай пиязды жақсылап ашып, жуып, турап аламыз. Егер сіздерде терка болса, теркадан өткізсеңіздер де болады. Мен осылай майдалап турап алдым. Осылай ыдысымызға салып, күрішімізді бірінші суға сәл жібітіп аламыз. Содан соң фарш, менде фарш майлы болған соң аздап қостым. Күрішін көп болған негізі ұнайды, сондықтан күрішін көп деп жасадым. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де сіздерге фарш көп деп ұнаса, фаршын көбірек салсаңыздар болады, қалауларыңызға байланысты. Осылай приправа, зира салып, барлығын жақсылап, мыжғылап араластырып аламыз. Осымен салмасы дайын. Алдын ала болгар бұрышын жуып, тазалап, дайындап қойдым. Осылай салмасын барлығына осылай салып шығатын боламыз. Капустаға немесе жүзімнің жапырағына орасаңыздар да болады. Ендігі кезекте қуыруға осылай пиязымызды турап, картоптарымызды турап дайындап аламыз. Қазанымызды қыздырып, үстіне майымызды құйып, азырақ құямыз майдан. Пиязымызды салып, сары түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Үстіне картопты салып және қуырамыз. Үстіне томат пастасын немесе осылай салат қоссаңыздар да болады. Мен салатты пайдаландым. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Үстіне аздап укроп салдым. Салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Енді осылай қуырып жатып, дәміне қарай тұз салатын боламыз. Осылай барлығын жақсылап қуырып болған соң, мен осылай барлығын жинап тізіп, қазанға салып, сосын үстіне су құямын. Осылай су құйып, суымызды бір қайнатып, бұрқылдатып қайнағаннан соң астын жай қойып, 30 минутта пісіріп аламыз.